Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен испанский чизкейк жасайтын боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыз жұмыртқа, творожный сыр, сливки, қант, крахмал қажет болады. Ең алдымен творожный сырымыз бен қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксер жоқ болған жағдайда қарапайым венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Осылай миксерлеп алғаннан кейін лопатканың көмегімен бір жерге жинап алып, одан кейін жұмыртқамызды біртіндеп видеодағыдай қосатын боламыз. Міндетті түрде жұмыртқамызды біртіндеп салуымыз қажет. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Лопатканың көмегімен астыдан жоғары қарай араластырып ауасын шығарып аламыз. Одан кейін біз сливкиімізді құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін кукурузный крахмалымызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Одан кейін осылай формамызды дайындап, ішіне пергамент төсеп, дайын болған массамызды құйып, тегістеп жібереміз. Біз оған дейін пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Дайын болған массамызды 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Біздің испанский чизкейгіміз осылай күйіңкіреп піседі, және піскен уақытта қатты көтеріліп тұрады. Чизкейкті ыдысынан, формадан міндетті түрде суығаннан кейін барып босататын боламыз. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Карина ас болсын.